Жыл басталды, проблема басталды. Жаңа Қазақстанның автобусына мініп, ескі Қазақстанның остановкасынан түсіп қалдық қой. Бүгін магазиндерде жазып қойыпты, енді перевод қабылданбайды деп. Енді қолма-қол ақшаны салып жүреміз. Цифрлы Қазақстан, жаңа Қазақстан қайда қалды? Мен дым түсіне алмай отырмын. Қана цифрлы Қазақстанға қанша ақша бөліп барлығымызды электронный форматқа өткізгендерің. Енді налогтан айналып өтудің жолы қолма-қол төлейміз, болды. Сонымен айналып өте береді. Бар ойлап тапқандарың осы перевод болып тұр ма? Не көрінді біреудің қалтасына сонша телміріп? Мына ірі заводтардың налогтары бар емес па? Сондайларды шығарып қойыңыздар, көрейік кім қанша төлеп атқанын біз де біліп отырайық. Қарапайым халыққа қашанғы қанайсыңдар? Сұмдық болды ғой. Мынау енді СС келеді, налогтан келеді, пожарный келеді. Басталды ескі Қазақстан.